Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде 28 июль. Шабдалы келдік. Шабдалыдан варенье жасаймыз. Варенье сезон басталды. Қазір бұны жуып, тазалап, сүйегінен ажыратып, қантқа салып қоямыз. Бірге дайындайық. Шамалы турап бір слой шабдалы и бір слой қантты шамалы қосамын. Бір слой шабдалы, бір слой қант қылып көп қоямыз. Мінекей тазалап болдым. Қантын салып қойдым. Енді осы суық шыққанша тұрады. 3 сағат па, 4 сағат па. Сосын отқа қойып, ақырын отта қайнатамыз. Сәлем. Зянем. Присетім тұрды ұйқыдан. Сосын кеше міне клубника. Мына отта қызып өшірдім қазір. Екінші рет қыздырып өшірдім. 3-4 рет қыздырып өшіріп, бұны да жауып тастаймын. Кеше әкелген, оны түсірмеппін. Малинаны жауып қойдым тоже. Бұны жай қантын араластырып, бір қайнағанға дейін қыздырамын да, баклажкаға салып, сосын суып қалды. Міне түнімен тұрды, суып қалды. Енді морозилкаға қоямын. Сосын клубника мен малинаға қантын бірге бір қосамын. Ал қалған шабдалы, смородина ондайларға қантын шамалы аздау қосамын. Тек клубника мен малинаға ғана қантын бірге бір қосамын. Мінекей суы шықты. Сироп шықты, әдемі болды. Отқа қойдым, астын жай қойып, отта қыздырып, қайнауға жеткізбей өшіреміз. Қазір отқа қойып қойдым. Бір қазан шықты. Ақырындап қайнап шығып жатыр. Міне көптерін аламыз. Варенье қайнатады. Варенье қайнатады. Иә, бар. Кішкене көбіктерін алып тастаймыз. Жақсы қызды, қазір кішкене бір бұрқ еткізіп, сонымен өшіріп қоямын. Міне мына 3 рет қыздырып өшірдім. Қанты кішкене аздау қапты, қышқыл болып тұр. Және міне лимонның суын аздап қосам. Тағы да қыздырып, 5-10 минут қайнатып, уже жаба берем. Банка стерилизовать етіп жатырмын. Крышкамыз қайнап жатыр.
Екеуі де астына қырындап қойып қойдым қазір. Екеуі де жабуға дайын. Қазір мына банкаларым дайын болса, шетінен жаба береміз. Ал достар, міне банкамызды жауып бітірдім. Шабдалымыз 5 банка, құлпынай 4 банка шықты. Тағы смородина жаптым, сосын малина жаптым. Енді тағы өрікпенен және сливадан жапсақ, сонымен қысқа вареньеміз жетеді. Ал енді қош сау болыңыздар, менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кезекте енді қысқа салаттар жабамыз. Бірге болыңыздар, сау болыңыздар.